Артериялық қан қысымы жоғары адамдарға мына тұрған тағамдарды жеуге кеңес беремін. Бұлардың барлығы көріп тұрғанымыздай жеміс-жидек және де көкөністерден және де белоктың көзі, яғни ет, яғни майсыз еттен құралады. Мысалы, айта кетсем, бұл банан, мандарин, алма, алмұрт. Бұлардың құрамында көбінесе калий, магний және витамин С көп мөлшерде болғандықтан қан қысымының төмен түсірілуінің әсер етеді. Ал көкөністерден болгар бұрышы, қызанақ және қиярды алса болады. Сонымен қатар тұзы жоқ және де майлылығы аз белок көздері, яғни еттің, мысалы, қызыл ет болсын, тауық еті болсын, және де қоянның еті болсын, соларды да жеуге болады. Ең бастысы бұл жерде көптеген дәмдеуіштер қоспау керек және де еттің тұздылығын қарау керек. Ал қан қысымы жоғары кезде мына тағамдарды жеуге болмайды. Ол біріншіден тұзды, ащы, көптеген дәмдеуіштер қосылған, консерві тағамдары, кофеин қосылған, яғни соның ішінде кофе, шай, түрлі газдалған сусындар болса, оның тағамдарына мысалы торт, түрлі тәтті тоқаштарды болмайды. Сонымен қатар көптеген жаңағы тұз қосылған болсын, құрт жаңа айтып атады, сонымен қатар жануарлардың майлары көп қосылған жағында май, қаймақ, түрлі осындай майлы тағамдарды жеуге болмайды. Қанның қою болуы, қанның қысымының жоғары болуына да әсер етеді. Сондықтан суды ішіп тұру керек. Жаз кезінде біз суды ішеміз, бірақ қыс кезінде суды ішуді ұмытып кетіп жатамыз. Сондықтан осындай термобөтелкелерді алып, суды ішуді ұмытпаңыздар.